Асанәлі Әшімов қазақ өнерінің жұлдызы. Асанәлі Әшімов қазақ киносы мен театр өнерінің заңғар тұлғасы. Ұлттық мәдениетіміздің дамуына өлшеусіз үлес қосқан ұлы қайраткер. Асанәлі Әшімов 1937 жылы Жамбыл облысының Сарысу ауданында дүниеге келген. Балалық шағы соғыс және соғыстан кейінгі қиын кезеңдерге тұспа-тұс келді. Ол жастайынан өнерге деген ерекше құштарлығымен көзге түсті. Асанәлінің әкесін соғыс жұтты. Анасы Тәжіхан 21 жасында жалғыз ұлдың жолына қарап жесір қалды. Жоқшылықтың зардабын тартқандары сондай, бір жылы мектепке қар түскенше жалаң аяқ барыпты. Дәл сол күні мектепке жеткенде қар жауады. Мұның аяқ киімі жоқ. Өзге балаларды әке-шешелері атпен, арбамен алып кеткенде 9 жасар Асанәлі мектепте қалып қояды. Сол түні қорыққаны бар, қарнының ашқаны бар, жоқшылыққа қорланғаны бар, ол жасқа есейіп шыққан едім деп еске алады ағаның өзі. Жетім өспей ме, жарлы байымай ма, дүние қашанға артын көрсетсін. Асанәлінің де айы оңынан туған сәттер басталады. Ауыл шаруашылығы институтына түсем деп жүрген жерінен досы Райымбек Сейтметовтың себептерімен Асқар Тоқмановпен танысып, актерліктен бір-ақ шығады. Сонда жүріп, аяулы жары атақты режиссер Шәкен Аймановтың қызы Майрамен танысады. Алғашында қаланың орысша сөйлейтін қызынан қашқақтағанымен, бұл екі жұпты өмірдің өзі табыстырып түсіндіреді. Майраның анасы жалаң аяқ студентке қызымды бермеймін деп қанша қарсыласса да, екі жас амалын тауып шаңырақ көтереді. Бұл бір бақытты күндер еді. Кино өнерінде Асанәлі Әшімовтың орны ерекше. Ол Атаманның ақырында Чадияров, Транссібір экспресінде Қасымхан, Қыз жібекте Бекежан сияқты көптеген ұмытылмас образдарды жасады. Әсіресе Қыз жібек фильміндегі Бекежан рөлі оған халықтың сүйіспеншілік пен зор танымалдылық алып келді. Оның әр кейіпкері қазақ киносының алтын қорына енген классикалық туындылар болып шықты. Асанәлі Әшімов режиссерлік өнерге де бет бұрды. Ол бірнеше спектакльдер мен көркем фильмдерді сахналап, қазақ режиссурасына өзіндік жаңашылдық әкелді. Оның режиссерлік жұмыстары терең философиялық ойлары мен өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленді. Әшімов әрбір қойылым мен фильм арқылы көрерменге маңызды әлеуметтік және рухани мәселелер жеткізуге тырысты. Режиссер ретінде Ғайып Ереннің ғажайып оқиғалары, Желтоқсан оқиғасы сияқты туындылар оның режиссерлік талантының айғағы. Асанәлі Әшімов өміріндегі даңқты сәттер мен қайғылы күндер. Адам атақты, даңқты, бақытты көтере алады. Ал бірінен соң бірі төпеп келген қайғыны көтеру мүмкін бе? Мүмкін екен. Мүмкін болғанда да бұл дара тұлғалардың ғана қолынан келер. Асанәлі өмірінде үлкен танымалдық, атақ, даңқ, дәулет, отбасы, бақыты бәрі болды. Бір кезде біразынан бір жылы айырылды, біразынан уақытша көз жазып қалды. Асанәлі мен Майраның отбасында Мәди мен Сағиятты екі ұл дүниеге келеді. Анасы қолында жақсы көретін жары, балалары бар. Асанәлінің тасы өрге домалай береді. Театр ғана емес, кино өнерінде де Асанәлінің жолы болады. Бекежанның рөліне Жантөрин, Ноғайбаев, Кенжетаев секілді небір мықты актерлардың арасында сценарий авторы Ғабит Мүсірепов Асанәліні таңдайды. Және рөлді қалай алып шыққанын десеңізші. Ал Атаманның ақырының сценарийін Шәкен Айманов Асанәліге ыңғайландырып жаздырады. Бұл фильм жас актердің атағын тіпті аспандатады. Қазақстанның халық әртісі атанады. Жібек пен Атаманның ақырынан кейін ақыл есінен қалай арылмағаныма, қалай ішіп кетпегеніме, отбасын қалай сақтап қалғаныма әлі күнге дейін таңғаламын дейді актердің өзі. Даңқты көтеруге ақылы әсер еткен болар, ал одан кейін қат-қабат келген қайғыны айтсаңызшы, оған жүректің шамасы келе ме? Алдымен 35 жыл отасқан шәй деспеген Майрасынан айырылады.
Сирек кездесетін ауру Германияға апарып емдеткеніне қарамастан ажал алып кетеді. Арада бірнеше жыл өткенде асқазан ауру асқынып, Мәди дүниеден өтеді. Сол жылдың аяғына қарай Сағида жүрек ауруынан бақилық болады. Бір жылда қос қанатынан ержеткен ұлдарынан айырылу Асанәліге оңай соқпайды. Құсадан өліп кетпеуіме көмектескен дүние жазу дейді өзі. Солай ұлдарына арналған «Жан бөлек» деген кітабы жазылады. Келін мен немерелерінің қазасы 90-ға таяп келген Тәжіхан апаға да оңай соқпады. Ол кісі де баласы Асанәліні артқа тастап, о дүниеге аттанып кете барады. Енді тіпті жалғыз қалған актер үшін аспан айналып жерге түскендей еді. Түн артынан шығар күн бар, қыстан соң көктем келеді. Қайғының да өз жұбанышы бар. Алла тағаланың есебі мықты ғой. Ендігі жерде Асанәлі атамыздың өміріне жарқырап бағдат апамыз келеді. Жай келмеді, жұбата келді, қуанта келді. Арадағы жас айырмашылығына қарамастан бабын тапты, жағдайын жасады, адал жар болды. Көзінің қуанышы боларлық ұл туып берді. Бағдат апамыздың бір сұхбатынан Асекең ұзақ өмір сүрсе екен, бар тілегім сол дегенін оқыған едім. Бұл тілек шын тілек екен. Ата ұзақ өмір сүрді. Қайғылы жылдары өнерден 10 жылдай қол үзіп қалған еді. Ал кейін сахнадан түскен жоқ. Халқының ортасында маңдайы жарқырап жүрді. Жарқыраған күйі дүниеден өтті. Енді міне өзімен ғасырды бірге алып кетіп барады. Асанәлі Әшімовтың еңбегі еліміз бен халықаралық деңгейде жоғары бағаланды. Ол Қазақ СССР халық артисі, КСРО-ның халық артисі, құрметті атақтарына ие болды. Сондай-ақ Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, Отан орденінің иегері және көптеген басқа да марапаттармен атап өтілді. Бұл марапаттар оның қазақ өнеріне сіңірген еңбегінің айқын дәлелі. Өнердегі үлкен тәжірибесі мен білімін Асанәлі Әшімов жас таланттармен бөлісуді де өзінің міндеті санады. Ол Қазақ ұлттық өнер академиясында ұстаздық етіп, көптеген шәкірттерді тәрбиеледі. Оның шәкірттері қазіргі қазақ театры мен киносының алдыңғы қатарлы актерлері мен режиссерлеріне айналды. Әшімов оларға тек актерлік шеберлікті ғана емес, сонымен қатар өнерге деген адалдық, еңбекқорлық, шығармашылық еркіндікті үйретті. Ол жас ұрпаққа өнердің қыр-сырын үйретіп қана қоймай, оларға рухани азық беріп, өмірлік бағдар көрсетті.